Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет үй жағдайында жасалатын әдемі нанның рецебін айтатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркел, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қоңырауша белгісін басып, видеоның соңына дейін қараңыз. Алдын ала құрғақ ыдысымызға 2 стакан су керек болады. Тұз, қант салдым. Бөлме температурасында тұрған маргаринімізді салып, ашытқымызды салатын боламыз. Венчиктің көмегімен осылай араластырып, маргаринімізді ертіп алдым. Сүт құямыз. ұн салдым. Лопатканың көмегімен бірінші жақсылап араластырып аламыз. Сосын қолымызбен қамыр жасаймыз. Қамырымыз осылай дайын болып шықты. Енді біз бетін пакетпен жауып, жылы жерге орап қоятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз өте керемет, әдемі болып көтерілді. Достар, біз ұн қолданбаймыз, тек қана қолымызды майлап отырып қана қамырымызды жасайтын боламыз. Осылайша қамырымызды алып бөліктерге бөлеміз. Зуала жасап алдым. Енді бетін пакетпен жабып, қамырымызды жаятын боламыз. Осылайша қамырымызды жайып алдым. Енді қолымызды тек қана майлап отырып қана жұмыс жасайтын боламыз. Қамырымызды осылай айландырып шығамыз. Осылайша 1-2 рет осылай жасайсыздар. Енді екінші зуаламызды жасап жатырмын. Енді қамырымыздың да 4-еуін алып, осылай міндетті түрде, яғни ашылып кетпеу үшін қатты басатын боламыз осылай. Енді қамырымызды осылай өреміз. Осылайша нанымызды дайындап алдық. Енді біз листімізді жақсылап майлаймыз. Нанымызды салып, бетін пакетпен жауып, 5-10 минутқа қамырымыздың көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді біз жұмыртқаны бетіне жағамыз. Осылайша бетіне күнжіт шаштым. Духовкада 30 минутқа дайын болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, нанымыз әдемі болып пісіп шықты. Керемет, дәмі де өте әдемі болады. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.